Қадірлі сайлаушылар, осымен бір айға жуық созылған сайлау алды науқаны өз мәресіне жақындады. Бір күннен кейін әр сайлаушы өз таңдауын жасайды. Сайлау алды насихат жұмыстарымен ел өңірлерін, үлкенді кішілі қалалар мен ауылдарды аралап шықтым. Отбасы мен ұлттық құндылықтарға негізделген бағдарламамды кең байтақ еліміздің азаматтарына таныстырдым. Өткір де күрделі сауалдарға жауап бердім. Жастардан ізет көрдім, қариялардан бата алдым. Осылайша мен өзімнің бағытымның дұрыс екеніне сенімім тек арта түсті. Отбасы әлде қашан халқымыздың басты құндылықтарына айналған. Шаңырақ, үй деген бабаларымыз үшін де киелі ұғым болған. Мақсатым бабалардан қалған сол қастерлі ұғымды заманауи кейіпке келтіріп, мемлекеттік саясатқа айналдыру. Құрметті отандастар, президенттікке кандидат ретіндегі жоспарымның төрешісі енді тек өздеріңіз. Сіздердің зор ықыластарыңыз айтулы аламан бәйге күні 20 қарашада маған берілген дауыс болып қайтады деген үміттемін. Сайлау учаскелеріне отбасыңыздағы қадірлі қарттар, мейірімді аналар, жалынды жастар келсін. Бүкіл отбасымен келіп, отбасы бақытына дауыс беріңіздер.